Мұқағали Мақатаевты неге ақиық ақын, мұзбалақ деп атайтынымызды білемісің? Қазақ халқында қыран құстардың ішіндегі ең өжет және биікте ұшатын ақиық және мұзбалақ деп атайды. Ақиық қыранның ең асқақ, алысқа самғайтын түрі. Мұқағали поэзиясы да дәл сондай, қазақ поэзиясында өзіндік биігін қалыптастырды. Адам жаны, махаббат, уақыт, жалғыздық, өмір мен өлім сияқты мәңгілік тақырыптарды еркін толғады. Ал мұзбалақ қыранның мұзды шыңында өсетін қайсар, таза болмысты балапаны. Бұл Мұқағалидың мінезінің өр, әділетсіздікке көнбейтініне байланысты шыққан теңеу. Тау баурайындағы Қарасаз ауылында туып өскен ақын өзін хан тәңірінің мұзбалағы сезінді. Мұқағали әрбір қазақ баласының жүрегіне жол таба білген ақын. Күрделі философиялық ойларды да қарапайым, түсінікті тілмен жеткізді. Сол себепті де оның өлеңдерін жасөспірімдер тез қабылдайды, жаттауға да жеңіл. Биыл 95 жылдығын атап өтіп жатқан ақиық ақынымыздың Данте Алигьеридің құдіретті комедиясын қазақ тіліне аударғанын бірі білсе, бірі білмейді-ау. Мектебің мынау классың, осында 10 жыл тұрасың, тардай болып кіресің, таудай болып шығасың деген өлең жолдарын естіген шығарсың. Оның да авторы Мұқағали Мақатаев қой. Ақын небәрі 45 жыл өмір сүрді, бірақ осы қысқа уақыт ішінде ол орасан мұра. Жүздеген өлең, ондаған поэма мен аударма қалдырды. Ал сенің Мұқағали Мақатаев жазған ең сүйікті өлеңің қандай? Пікірге жаза кет.